Аян құлыным тұра ғой, таң атты, таңға ас ішеміз. Аян, кел тіс жуамыз, қолымызды жуамыз, тез тұрсаншы енді. Аян, бірінші қолыңды сосын тісіңді және бетіңді жу. Неге аяла? Жумасам да болады ғой. Қолыңда көптеген бактериялар болады. Қолың арқылы бактериялар ішіңе түсіп, ауырып қалуың мүмкін. Ой, қолыңды жуайын. Күн шыққанда тұрамын, жуынуға барамын. Қолым таза бетімде, сумен жуып аламын. Сабын көбік шашады, кірдің бәрін қуады. Тап-таза боп жүргенде, көңілімде қуанады. Тіс щоткамды аламын, пастаны мен жағамын. Оңға солға тазалап, жарқыратып шығамын. Таңертеңде кешке де тастамаймын бұл істі. Аппақ тістер жарқырап, әсем етеді күлкімді. Қайырлы таң! Қайырлы таң, балалар. Таңға ас ішіндер. Әкешім, анашым, маған Аяна тіс жууға көмектесті. Жарайсың, қызым. Аян, тамақты бұлай төгіп шашып шалпылдатып жеуге де болмайды. Әдептілікке жатпайды. Унамсыз іс. Жарайды, анашым. Келесіде қайталамаймын. Ақылды бала боламын. Менің ұлым ақылды. Тоқта, бір нәрсе айтуды ұмыттың. Не? Тамақ үшін алғыс айту керек? Таңғы ас үшін рахмет, өте дәмді болды. Ал әкешім, сізге ас болсын. Ал енді таңғы ас орнын Аяла екеуміз жинап тастайық. Ал жігіттер, ауладағы шаруаларыңды жасап тастаңдар, я? Аян, ауланы әрқашан таза ұстау қажет. Гүлдерге қамқорлық жасау керек, сонда олар әдем болып өседі. Иә, әкесіден үйрен балам. Қызым, тамақ ішкеннен кейін міндетті түрде дастарханды реттеп, ыдыстарды жуу қажет. Түсіндім, анашым. Көмектесем, ата-анама әрқашан. Жақсылықты